өзіңіздің тұрғылықты үйіңізден, мекеніңізден 90 шақырым, не болмаса 90 шақырымнан алыс бір елді мекенді мақсатқа алып, ойға алып, сол жерге сапарға шығатын болсаңыз, онда сіз сапар үкімінде боласыз. Бұл жерде 4 рәкаттық парыз намаздарыңызды қысқартып оқу керексіз. Мысалы, бесін намазын, екінті намазын және құтпан намаздарын 2 рәкат қылып қысқартып оқисыз. Таң намазы және ақшам намаздары өз орнында қалады. Ал енді өтір уәжіп намазы өз орнында қалады, қысқартылмайды. Ал сүннет намаздарға келетін болсақ, сүннет намаздар сіздің жағдайыңызға байланысты. Қаласаңыз оқисыз, мүмкіндігіңіз болып тұрса, мүмкіндігіңіз болмаса, онда толығымен оқымайсыз. Енді осы намазды қысқарту қай кезден басталады? Сіз өзіңіздің ауылыңыздан, өзіңіздің қалаңыздан шыққан сәттен бастап сіз сапар үкіміне кіресіз, сол сәттен бастап намазыңызды қысқартасыз. Ал енді барған жеріңізге қатысты мәселеге келетін болсақ, сіз сол барған елді мекеніңізде, қалада болсын, ауылда болсын, 15 күннен көп қалатын болсаңыз, барған кезде намаздарыңызды толық оқисыздар. Ал егерде 15 күннен аз қалатын болсаңыз, мысалы сол жерден 10 күнде, 13 күнде қайтып кететін болсаңыз, онда барған кезде намазыңызды қысқартып, арғырата жалғастыра бересіз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.